Баршаңызға сәлем. Бүгін осы жылдың хит пирогын дайындайтын боламыз. Бұл ореховый пирог. Жасалуы өте оңай және дәмі шаймен ішкенде өте тамаша қыздар. Міндетті түрде менімен бірге видеоның соңына дейін көріп, жасап көріңіздер. Ары қарай сіздерге жасалу жолын көрсетемін. Құрамын таныстырып өтейін. Бізге ұн қажет, қант ұнтағы қажет болады. Егер де қант ұнтағы сізде болмаса, онда қантпен алмастырсаңыз болады. Бір жұмыртқа, бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары май және арахис, изюмдар қажет болады. Сгущенкамыз және ұн қопсытқышымыз қажет. Міндетті түрде ең бірінші грецкий орехты және изюмді жақсылап тазартып, 4-5 суға салып, жуып аламыз. Содан кейін құп-құрғақ болғанша сорықтырып, яғни құрғатып алатын боламыз. Ол үшін салфеткаға салып, міндетті түрде кәдімгідей құп-құрғақ болғанша жақсылап құрғатып алыңыздар. Не үшін жуып жатырмыз? Өйткені артық лас кірлерден арылу үшін. Енді ары қарай тестісін дайындауға кірісеміз. Біздер мінекей жұмсақ сары майымызды алып жатырмыз. Бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары май болу керек. Қант ұнтағымызды бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Бұл жерде сіз миксерді де пайдалансаңыз болады. Барлығы жақсы араласу керек. Егер қант салсаңыз, қантты міндетті түрде жақсылап венчикпен соғып алыңыз. Одан кейін мінекей ұнымызды салдық. Осының арасында ұн қопсытқышымызда бірге салып жібердім. Барлығын жақсылап араластырып венчикпен, одан кейін қолымыздың көмегіне жүгіне отырып, барлығын біріктіретін боламыз. Мен ингредиенттерді көрсеткенде 300-320 граммдай ұн кетеді дедім. Ол әркімнің ұнына байланысты кетеді қыздар. Одан кейін мінекей үстелдің үстіне салып, қолдың көмегімен де жақсылап араластырып біріктірдім. Қыздар, қараңыздар, тестінің қандай әдемі, біркелкі, өте сондай жұмыс жасауға өте керемет песочный тесто шықты бізде. Енді мінекей менде осындай 24 сантиметрлік диаметрлік таба, разъемная форма менде асталынатын. Соған қолымыздың көмегімен біркелкі етіп жайып шығасыздар. Бортиктерін барлығын келістіріп, әдемілеп қыздар. Одан кейін ары қарай ішіне жаңағы начинкасын салатын боламыз. Мінекей менде арахис, соленый арахис. Соны салып жатырмын. Жайлап астына толығымен арахисті салып жіберіңіздер. Келесі енді грецкий орехымызды салып жатырмыз. Мінекей жуылған грецкий орехтарымыз аппақ болып, түрі өте әдемі болып тұр. Өте қатты уақытамаңыздар. Мінекей мен ортасына тек бірі бөліп жатырмын. Өйткені көлемді болғаны пирогыңызда әдемі кесілген кезде әдемі тұратын болады. Мінекей шамалы салдым да, одан кейін изюмді салып жатырмын, яғни кішкене араластып салыну үшін. Осылай әдемілеп барлығын салып шығатын боламыз. Арахис изюмдарымызды салып болдық. Енді ең соңында осындай қоюлатылған сүтімізді құятын боламыз. Менде дрожжелайненкі, айналайын, я болмаса деповский сгущенкаларды қолдануға кеңес беремін. Өйткені егер арзан сгущенка қолдансаңыз, мына жерде сізде беті күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан сапалы сгущенканы қолдануға тырысыңыздар. Алдын ала қыздырылған пеште 30 минут 180 градуста пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз мінекей дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Ас болсын. Рахмет назарларыңызға.